Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге лавр жапырағы туралы айтатын боламын. Видео ұнаса лайк басып қолдап кетіңіз. Лавр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбінесе қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданылатынын біріміз білсек, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Лавр жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өседі. Сол себептен оның адам ағзасына пайдасы көп. Лавр жапырағы көптеген аурулардың алдын алуға көмектеседі. Арықтағыңыз келсе 5-6 жапырақты ұсақтап турап, 1 стакан салқын су құйып, бір түнге қалдырыңыз. Таңертең лавр суын 15 минуттай қайнатып, қақпақтың астында 30 минут сақтаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл егіңіз ісінсе, қан жел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасында үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лавр жапырағының иісі дәрілік шүйгін шөптен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәресте де ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Ара шаққан жағдайға тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шаққан жерге байлап тастаңыз. Қабыну тез кетеді.